Саламатсыздар ма? Мен қазір осы бальзамдардың, нано бальзамдардың сіздің ағзаңызда қалай жұмыс жасайтынын көрсететін боламын. Ағза қалай тазарып бастайтынын осы йодпен мына күріш арқылы көрсетем. Қазір мені тыңдап отырыңыздар. Мына жерде мынау адам клеткасы болып осы күрішті аламыз. Екіншіден адамның жаңағы күрішке су құямыз, өйткені біздің организмімізде қан бар ғой. Мына біздің организміміз, мына біздің клеткаларымыз, осы клетканың ішінде мысалы қазір су толып тұр. И жаңағы өмір бақи адамның организмі жаңағы тамақ ішеміз, басқа заттармен, ауадан, судан адам организмі қалай шлак пайда болады. Осы шлактың рөлін қазір бізде йод ойнайтын болады. Йодты қазір міне күрішке құйдым. Мына адамның организмі осылай өмір бақи неге жаман ауруларға пайда болады, жаман аурулар? Өйткені адам организмінде осындай шлактар пайда болады. Осылай қанның составы өзгереді. Мына клеткаларды көрдіңіз, қазір міне қап-қара болып кетті. Осылай адамның клеткалары осылай шлак пайда болады адам клеткаларында. Енді қазір мен йод қалай сізге жұмыс жасайтынын көрсетем. Оның орнына мына перфектаны аламыз, бізді очищающий. Осы перфектаны мына неге құятын боламын, суға. Адам мына ағзасы болып есептеледі. Қазір мен мынаны йодты құям. Осы бальзамдарды ішкенде осылай организм тазарады. Міне қазір құйдым, мінекей. Енді бүйтіп араластырамыз. Қазір араластырғаннан кейін, қазір кішкене уақыт өту керек. Мен күрішті өте көп салып жүріп. Жоқ, міне көзіңіз ше ағарып бастады, көрдіңіз. Осылай организм қан тазарады. Қан тазарғаннан кейін міне клетка тазарып бастайды. Осы бальзамдарды ішкен кезде адамда көп өзгеріс пайда болады, өйткені қан тазарып бастағаннан кейін бүйрек, бауыр, бүкіл организмдегі жаңағы органдар тазарып бастайды. Міне қазір мен көмектесіп жатырмын, өйткені эфирдің уақыты өте аз, кішкентай. Міне бальзамдар осылай жұмыс жасайды. Міне мана қап-қара күріш ағарып келе жатыр. Қазір бір 2-3 секундтан кейін тіпті аппақ болады. Ұзақ уақыт ішкен кезінде тіпті осындай состояниеге келесіз. Осылай жұмыс жасайды бальзамдар. Мінекей ағарып бастады. Маған хабарласыңыздар осы нөмірге. Лайк басыңыздар. Мен Жанат, сіздермен бірге.